Күн бойы гүлденетін теңия гүлі. Алыс заманда бір теңіз жағасында орналасқан ауылда күндердің күнінде бір бозбала пайда болады. Көздері үлкен, дауыс құбылдары шығансыз жас жігіт екен. Ол ауылдарын аралап жүрген кезде қайтып оралған бір қарт адамды кездестіреді. Ол қартқа неге сонша қарғып, ауылымыз дәу айдаһардың кесірінен қайғыдан көзім ашпайтын болды, деп жауап берді жігіт. Үлкен кісінің ол қандай айдаһар деп жөн сұрады еді. Қарт ауылдағы маза бермейтін айдаһар таулардың айтып береді. Ауыл жанындағы теңізде бір айдаһар сайын өмір сүреді екен. Айдаһар жыл сайын бір қыз жесе, ауыл адамдарына тиіспейді. Ол қарттың әңгімесін тыңдап отырып, шын айдаһар ба деп таң қалады. Қобыжып қалады. Қарт: әрине балам, осы жолы құрбаққа мені қызымды алып отыр, деп көзі жасын төгеді. Алмай ауыр күрсінеді. Егер оған ауыл адамдары құбыжықты қалмаса, теңіз толқынының тұрғанып ауылдың бәрін судың астында қалдырамын деген екен. Қарт қорқынышты айдаһар туралы айтып кеудесін қорғасын, қайғы басып тұрған аңғарады. Ол айдаһарды неге осы уақытқа дейін ұстап өлтірмей жүрдіңдер? Мен болса баяғыда жаһанға жіберетін едім, деген жігіт үлкен кісіге сұраулы жүзін беріп қайтты. Балам, біз де басына аралдан ендік, онда күш қайтадан, деп қартты айдаһар қараса, ұрақ қайырлы қайда, деп қарт айтып, қарсы тұрған қайтыншы жоқтығын айтып, мұны шақырады. Ауылдарымыз, мен онда осы түнде басын аламын, ол шығынатын жерде көрсетіңіз, деп жас жігіт айдаһарды теңіз ішіне шығарып жерді алып алды. Мұны жас батырдың сөзін естіген ауыл адамдары мен қарт қатты қуанады. Bir қарт пен оны қызы айдаһармен айқасып, әлгі жас жігіт жазым болар ма екен деп біраз алаңдайды. Сөйтіп өжет жігіт теңіздің ішінде кіретін. Түні бойы бозбала пен айдаһар айқасы алдында айқасады. Мен айдаһарды үркіткен даусын шығарып, ауыл халқы жас батырды айдаһардан жеңіп қайтып келгенін тілеп, Құдайға дұға қылған құрады. Соны ішіне қартақан құлаған бойын жаны тәнімен дұға етіп, жаратшы ием, сол ержүрек жас жігіттің теңіз келетіндей көмекті көр, деп қыз баланы ішіне дұрыс қайталаумен болады.
Келесі күні таң атып күн шығуымен ауыл адамдары теңіз жағасында оны іздеп шығады. Айдаһардың алып әбден шаршап ес-түссіз жатқан ержүрек жігітті тауып алады. Ал айдаһар дене мүшелері кесілген күйі теңіздің бетінде қалғып жүр екен. Жас жігіт жүрген тыңдап тірі екен, көзі алып барады. Шамалы уақыт өткен соң ауыл адамдары есін жиған жас жігіт көріп қуанады. Алаңсыз енді өмір сүре береміз, айдаһар жоқ, ол өлді деп жас жігіт нық сеніммен сөйлейді. Ауыл адамдары оған алғыс аудырады. Жаран толық жазылғанша үйде жатқан, барып жолға шықпады ма дейді. Қарт ержүрек жігітке қарап, жоқ, мені жүруім керек, біреуімге беруім уәдем бар. Ол уәделі ісімді 100 күнде бітіремін, 100 күннен соң қайтып келемін, деді ол. Одан кейін соң қарттың қызметін үйлерінде келіп жеткізіп, жас жігіт кеткен соң қарттың қыз бір ауруға шалдығады. Күн өткен сайын дерті асқан, жазылмайды. Қарттың қызы әлгі жігітті күн сайын бір көрмесе деп армандап жүреді. Алайда 100 күн кейін келем деген жігіт табу мүмкін емес. 100 күннен кейін 2 күн жетіп қыз ауылды қайтып болады. Ақыры улап 100 күн де жетеді. Жас жігіт көп дүние көтеріп ауылға келеді. Әдемі күймен және қолында ұстаған гүл шоғы бар екен. Келсе сала, ол мені осы елдің ханзадасымен, сіздің қызыңызбен үйлендіреді енді, дейді. Алайда тым кеш қалды. Қыз бақилы болып кеткен еді. Оны естіген ханзада егіл-тегіл жылап өкінеді. Қызды жатқан зиянатты іздеп барып зереткен жанында бір жас тал өседі. Оның бәрі алғашы рет көрген еді. Сол ағашты ханзада қазып алып өзінің сарайында апарып, егер қоянды қаратын қыз есіне түскен кезде талға қарап өткен өмірге есіне алады. Зират биғысын әкелген ағашқа қараған сайын ағаш бейнесі 100 күн ғана өтеді дейтін елеседі. Содан кейін ағаш гүлдері қызыл болады. Ағаштың қызыл гүл қарататын қызыл әдемі көрінім. Сондықтан ағаш ханзада өзінің қызын дейді, махаббатын білдіретін символ беріп, ертеңгі әлемінде айтуша синала гүл 100 күн бойы гүлденіп келе жатыр екен.